Ура! Сіздер 1000-ға жетіп қалыпсыздар. Өте қуаныштымын. Барлықтарыңызға үлкен рахмет. Бүгін мен сіздерге ешқандай да заңгерлік кеңес бермеймін. Бұл видеода мен өзім жайлы айтамын. Егер де қызық болса, онда видеоны ары қарай көреміз. Сәлем достар, бұл видеоны мен соңына дейін қарауды кеңес беремін. Себебі мен екі оқырманыма кішкентай сыйлық жасағым келіп тұр. Сонымен менің каналыма қош келдіңіздер. Менің есімім Айгерім Ермекбай. Бұрынғы Оңтүстік облысы, қазіргі Түркістан облысының Мақтаарал ауданының Мырзакен қалашығында дүниеге келгенмін. Ол жерде орта білімді алғанмын. Кейіннен арман қуалап Алматы қаласына келіп, осы жердегі Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің заңгер саласын үздік дипломмен тәмамдап шықтым. Ең алғашқы жұмысым ол сотта судьяның көмекшісі болғанмын. Сондықтан да болар, сот залына мен өз үйіме кіргенде кіремін. Сондай-ақ соттасқанды өте қатты жақсы көремін деп айтуға болады. Содан кейін банк саласында да ұзақ уақыт жұмыс істедім. 10 жылдан аса заңгер қызметін атқарамын. Қазіргі таңда 10 жылдан аса заңгер қызметін атқарамын. Мен жұмыс істейтін сала ол банк саласы. Яғни несиелердің дұрыс берілуі. Ол жерде мынау вознаграждение, сыйақы дейміз ғой, солардың дұрыс саналуы. Несие шартында көрсетілген соманың дұрыс алынуы. Несиенің мұрагерлерге өтпеуі, сондай-ақ онлайн займдар, автоломбард, ипотека, страховкаларды қайтару, сондай-ақ несие шарттарын жарамсыз деп табу. Коллекторлық компаниялардың заңды жұмыс істеуін қадағалау. Жеке сот орындаушысымен тығыз байланыста жұмыс істеу. Жүргізушілердің штрафтарын өшіру. Сондай-ақ ұлттық банк, нотариус және де сот органдарымен жұмыс істеймін. Негізгі орта біліммен жоғарғы білімді қазақ бөлімінде оқығанмен, ол жердегі материалдар, жаңағыдай біз оқитын кітаптардың барлығы орыс тілінде болды. Кейіннен сотта жұмыс істегенде, ол жерде сот ісінің материалдары 99% орыс тілінде болды. Сондықтан да өкінішке орай қазіргі таңда мен жұмыс істейтін тіл ол орыс тілі. Себебі көбінесе ойым орыс тілінде болып кетеді. Сондай-ақ жұмысым бойынша ақпаратты жеткізу орыс тілінде маған оңайырақ болып табылады. Бірақ қазіргі таңда сот саласында қазақ тіліне көптеген мән беріліп жатыр. Қазіргі таңда ол сот саласында 30% істер қазақ тілінде деуге болады, деп айтуға болады. Алайда сот процесін жүргізудің таза қазақша білетін судьялар кемде-кем. Сондықтан да видеоларымның кей жерлерінде қазақша, кей жерлерінде орысша айтып кетем. Ол үшін сіздерден кешірім сұраймын. Бұл каналда мен заңгерлік кеңестер беремін. Оқыған кітаптарым жайлы айтамын. Сондай-ақ ЮНИСЕФ ұйымында мен ерікті волонтер болғандықтан сол ұйым жайлы айтамын. Сондай-ақ болашақта шетелге адам құқықтары жөніндегі магистратураға оқуға тапсырамын деген жоспар бар. Әрине, келешекте видеоларымның көбісі сол оқуға түсу, шетелге сол ағылшын тілі жайлы және де экзамендер жайлы болуы мүмкін.
Ал енді сіздерге дайындаған сыйлығым жайлы айтып кетейін. Жаңа айтып кеттім, осы жерде 2 оқырманыма мен заңгерлік кеңесті беріп қана қоймай, сондай-ақ жоғарыда мен айтып кеткен салалар бойынша тегін көмектесемін деп шештім. Ол үшін не істеу керек? Ол үшін сіздер төменде комментарийге өзіңіздің мәселеңізді, сондай-ақ менің сізге не үшін тегін көмектесуім керек жайлы жазып кетесіз. Мысал ретінде айтып кетейін. Мысал менің сізге не үшін тегін көмектесуім керек деген сұрақтың жауабын жазып кетесіз. Мысал ретінде айтып кететін болсам, сәлеметсіз бе? Менің есімім Әсел. Мен онлайн займнан несие алғанмын, алайда қазір оны төлей алмай жатырмын. Не істесем болады? Сіздің каналыңызға жазылғанмын, көптен бері видеоларыңызды қараймын. Не ұнайды, не ұнамайды, осы жерде тағы да жазып кетсеңіздер болады. Сондықтан да маған сіздің көмегіңіз қажет деп ойлаймын деп жазсаңыздар болады. Осымен бүгін сіздермен өзім жайлы біраз ақпаратпен бөлістім. Пайдалы болды деп ойлаймын. Егер де сұрақтарыңыз болса, міндетті түрде комментарийге жазып кетіңіздер. Сондай-ақ видеоны басқалармен бөлісуді ұмытпаңыздар. Ал видео ұнаған болса, онда лайк басыңыздар. Каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Назар аударып тыңдағандарыңыз үшін үлкен рахмет. Сау саламат болыңыздар.